Allah'a şükürçülük koyulumu men. Öner kırandara. Tak, şo, bol ketir. Joyet. Bol. Mağan ешкім рейіш жоқ шығар, дұрыс па тренер? Жоқ енді саған ешкім өкпелемейді ғой. Сен сәл сабырға келші, ақылға салшы. Сабыр, ақылға сал. Салдым ақылға. Бол, кетем мен. Шашадым, адам құсап өзім өмір сүргім келеді, тренер. Жоқ енді қазірде жаман емессің ғой. Аллаға шүкір, бала шағаң аман есен, денсаулығың сау. Мына жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, командамен әлі талай белестерді бағындырамыз, Құдай қаласа. Енді рас мына біздің командада сенің орның ерекше. Абыройлысың, еңбек қорлығың өз алдына дегендей. Абыройлысың. Құр абыройдың не керегі бар? Ақша қылып қолға ұстамағаннан кейін. Беретіндерің айына әр күнге дейін $3 000. Былай тартсаң, былай жетпейді, былай тартсаң, былай жетпейді. Менде ел құсап шетелге барып демалғым келеді. Маған жараспай ма демалған? Менде ел құсап әйеліме жыл сайын жаңа машина бергім келеді. Менде ел құсап балдарымды шетелге Лондонда оқытқым келеді. Үйге барған кезде алдынан кішкентай балам шығады. Папа, мен Рүстем ағаның баласы сияқты шетелде оқығым келеді деген кезде кіре жерге тесік таппай қалам. Елдің қамын ойла, елдің қамын ойла. Сол ел мен ойлап жатыр ма? Жоқ, енді мына қазіргі заманда кез келген біреуді әйтеуір тұтып қалсаң, басында бір шешілмеген бір проблемасы бар ғой? Проблемасы дәл менікіндей емес шығарсы. Ақтер, көктер болып күніне еңбек етеміз. Қолымызға ұстап, ақша алып ұстамағаннан кейін құр еңбектің не керегі бар? Дұрыс қой, бірақ енді мына кезінде ата-бабаларымыз сан қилы кезеңді бастан өткізсе де, тар жол тайғақ кешуде қаншама қиындықты бастан кешіріп, жастарымыз қыршыннан қиылып жатса да, бір үзім нанға зар болып отырған күннің өзінде де Құдайдан үміт үзген жоқ қой. Соған шүкіршілік етті. Міне соның арқасында осы тәуелсіздікке қол жеткіздік. Енді мына бізде тура сол ата-бабаларымыз сияқты осы барымызға шүкіршілік ететін болсақ, келер ұрпаққа бір өнегелі өмір қалыптастырамыз. Енді ол ата-баба, Алла тағала, ол баяғының әңгімесі. Қазір сенің қолыңда iPhone, астыңда джип, басыңда баспана коттеджің болмаса, сені ешкім адам көрмейді. Дұрыс қой өнім сәні. Мына баяғыда бір әкемнің айтқан әңгімесі есіме түсіп тұр. Бірде Жәбірейіл періште пайғамбарымызға келіп, «Я пайғамбар, сұлтан пайғамбарлықты қалайсың ба, әлде құл пайғамбарлықты қалайсың ба?» дегенде, «Құл пайғамбарлықты қалаймын» деген екен. Соған шүкіршілік етемін. Өйткені мына өмірде жинаған малың, дүниең, байлығың, ақшаң бәрі артта қалады. Тек өзіңмен бірге сол құлшылығың, амалың, шүкіршілігің ғана барады деген екен ана өмірге. Сөйтіп әкем айтушы еді баяғыда. Жоқ, түсіне. Мен Аллаға сенбеймін деп жатқан жоқпын. Аллаға сенемін мен. Бірақ айтшы, ол жаққа кім барып келді? Ешкім барып келген жоқ қой ол жаққа, дұрыс па? Сондықтан да мен осы өмірімді дұрыстап сүргім келеді, тренер. Басқа айтар әңгімем жоқ саған. Халқымыз қарғыстың ең жаманы өзің білме, білгеннің тілін алма деп бекер айтпаған. Бірақ мен саған қарғыс тілемеймін. Енді кішкентайдан бірге өскен достарыңды тастап кетіп бара жатсың, тек соған қынжылам. Бірақ есіңде сақта, дүние ешқашанда жолдас болмайды. Қайда жүрсең де аман бол. Да, жігіттер, уақыттарың болды сендердің. Залды босатамыз. Командасыңдар, доссыңдар дейді ғой. Дос емес олар маған. Дос болса мен сияқты ойнау керек баскетболды. Әділ сенікі мүлдем дұрыс болмады бар ма? Әділ негізі бар ғой. Ана жерде допты енді лақтырдың ғой саған. Бересің болды ғой сол жерде. Дұрыс ойнап жатырмын ғой. Сәбит ғой, допты дұрыс берген жоқ маған. Мен дұрыс ойнап, бірақ шын айтайын, ана доптар желі жоқ па бір нәрсе? Доптың желі жоқ деген қалай кетті? Допта желі болып тұр ғой. Сенің қолыңда күш болмай тұр ғой. Есің бар ғой. Бүгін біртүрлі болып тұрсың негізі. Ренжімеңдерші, бүгін дұрыс ойнай алмадым. Неге десеңдер, кеше үйге қонақ келген. Қонақ? Сол кісілер күтемін деп кеш жаттым. Содан кейін ұйқы сұрап жүрмін бүгін. Кім келді? Бізге айтпадың ғой. Айтпақшы, ауылдан әкем келген. Қош, көкем келді міне.
Айтпайсың ба күтіп алатын ек қой? Адам болса барып қолын алып шығайық кешке. Барайық деп, онда ертең сендер келетін болсаңдар, жақсылап тұрып палау дайындап қояйын сендерге. Ноқат қош, ноқат. Көкемнің жақсы көретін қымызы бар да, соны сен алып қойып жүрме. Өзім апарып бір әңгімен жемей қымызбен отырып береді. Біз онда жүре берейік онда, Ертең кешпейсіңдер, Жоқ, кешпейді. кешкеміз ғой, өзіміздің уақыт қой енді. Сенде. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Жақсы. Сәбит, аман бол. Ертең сен кешігіп жүрме, бізге айтып алып. Жақсы. Жарайды, жақсы. Бауырым, қалайсыз? Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы. Сіз мына көршіні ойнайсыз ба? Сіз күшті ойнайсыз аға. Мен сізді әрдайым теледидардан көріп отырамын. Сіз 3 жылда 3 рет ең үздік ойыншы атағын алдыңыз. Бауырым, кешірші, ренжімеші, бірақ мен сұрайын деген мен мазаңды алсам, кешір. Ана екеу коляскадан қалай тұрып кетті? Олар менің бала кезінен бір өскен достарым ғой. Әділ мен Маратты айтып жатсыз ба? Әділ банкте істейді. Марат базарда ет сатады, қасап. Бала кезінен бірге араласып келатырмыз. Қазір отбасымызбен араласамыз. Енді нағыз шынайы дос осылар. Аптасына мен үшін 2 рет келіп осылай ойнап кетеді. Отбасымызбен араласамыз дейсің бе? Сенің семьяң бар ма не? Әйелім, бала-шағам бар. Оларды кім асырайды сонда? Әлде әйелің жұмыс жасай ма? Жоқ, әйелім жұмыс жасамайды, бала-шағама қарайды. Мен жұмыс жасаймын. Сен қалай? Таксовать етемін. Қалжың ғой аға. Аяқ киім тігем, табандарын ауыстырам, қолымнан не келеді барлығын жасаймын. Егер де сіз алып келсеңіз, сізге тегін жасап беремін аға. Сонда қанша табасың айына? Енді әр кезде әр қалай. Адамдар аз болса, айына бір 40 мың теңгедей шығады. Ал егер де адам көп болатын болса, айына 60 мың шығады. 60 мың теңге? Саған жете ма күн көріске? Неге жетпейді? Кей кезде артылып қалады. Артылып қалса, әйеліміз екеуміз не істерімізді білмей, бала-шағамызды алып қыдырып кетеміз. Бірақ енді қайта сұрап мазаңды алсам кешір, бірақ сен осылай жүргеніңе ренжімейсің ба? Неге ренжимін аға? Егер де Аллах маған сондай сынақ берсе, сабырлық етемін, шүкіршілік етемін. Бірақ бұл жағдайға қалай түстің сонда? Бағанадан бері айтып жатырмын аға. Мен бала кезден спортқа қатты қызығып өстім. Таңертең спорт залға кірсем, кешке бір-ақ шығатын. Үйдегілердің барлығы мен спорт залдан тауып алатын. Мен тренерім айтатын: сен болашағынан зор үміт күттіретін мықты баскетболшы боласың. Мықты, күшті боласың, атақты боласың, әйгілі боласың деп. Мен әріптестерім күлетін: сенің бойың кішкентай, салмағың жеңіл, доппен бірге өзің түсіп кетіп жүрме деп. Өйткені мен 2 очкомен центрден допты салатынмын. Талай жоспарым болды, арманым болды, мақсатым болды. Бірақ сол өміріме қара таңбадай болып басылған көлік апаты болашағыма балта шапқандай болды. Өмір бақи спортқа қайта оралмастай арбаға таңылды. Бүкіл армандаған арманымның барлығы бір сәттің ішінде күліп көкке ұшқан байқадым. Сол үшін әрбір күнім өкінумен өтетін. Үйдегі ата-анам, ағайын туыс бауырларымның барлығы маған жанашыр көзқарастары менің жүрегімді, өзі жараланған жүрегімді одан сайын жаралай түседі. Үйден кетіп қалып, жұмыс істейін десем, мендей бейбақты кім алсын жұмысқа? Мендей мүгедекті алмайды ма? Сонымен өз нәпақамды табу үшін мешіттің алдына отырып қайыр сұрай бастадым. Ары бері өткен адамдардың барлығына менің бақытсыз екенімді сол адамдар ұрлап алған сияқты болып көрінетін. Мешітке кіріп шыққан адамдардың барлығына мен бұл дүниедегі ең бақытсыз адаммын, мен ең бақытсыз адаммын деп мұңымды шағумен айтып отырады. Дәл осылай әрбір сәтім бақытсызбен өте берді.
негізінде адамдардың арманы өзгереді екен аға. Басында мен әйгілі спортшы, атақты, елге танымал, бай болғым келеді. Ал қазір түгім жоқ болса да, кедей болсам да аяғымды өмірімде бір рет бассам деген арманым болсын. Бір күні мешіттің алдында отырсам, бір жігіттің келіп айтқан сөзі өмірімді түбегейлі өзгертті. Әлі есімде, жұма күні болатын. Бүкіл адамдардың барлығы жұма намазынан шығып, бір-біріне жұма қабыл болсын, жұма қабыл болсын деп құттықтап жатыр. Ал мен сол баяғы бақытсыз, ішімнен қан жылап отыр. Сол кезде жаңа жігіт келді маған. Бауырым, сен бақыт іздесең, бақыт мешіттің сыртында емес, мешіттің ішінде еді ғой деді. Қараңызшы, ана сөз менің бүкіл тұла бойымды дүр сілкіндірді. Содан иманға бет бұра бастадым. Ақ пен қараны ажырата білдім. Бір күні Құран кітаптың қазақша мағынасын оқып отырсам, ішінде Аллаға шүкір етіңдер, Аллах шүкіршілік етушілерді жақсы көреді деген сөздерді көп кездестім. Оның үстіне Әл-Имран сүресінде Аллах шүкір етушілерді сыйлайды деген аятты оқыдым. Өзіңіз ойлаңызшы аға, егер де мен осы күнімен шүкіршілік етсем, бүкіл әлемдердің Раббысы адамдар емес, 18 мың ғаламды жаратқан Аллах тағаланың өзі менді сыйлайды екен. Бұл не деген мәртебе, бұл не деген қуаныш деп қатты қуанып төбем көкке жетті. Міне, осы күніме де шүкіршілік етем. Жарайды, бауырым, шүкір деп жатсың, жарайды. Бірақ осының пайдасын қалай көріп жатсың? Алла саған не берді? Қызықсыз аға, мен аман қалдым. Мен көлік апатынан аман қалдым. Бұл бір. Сонан соң жарық дүние, жұтып жатқан ауамыз, ата-ана, бауырларымыз, соның барлығына шүкір етпейміз бе? Соның барлығы осы күнге үлкен бір берген сый емес пе? Қазір 5 уақыт намазым түгел, иманды жарым, әкешімді еркелететін жұмар иісті сәбиім бар. Соған әрбір сәтімен шүкіршілік етем. Ал, сенің баспанаң бар ма? Әзірше жатақханада тұрамыз. Бірақ жер ап қойдым. Алла сәтін салса, үлкен зәулім ғой, үй салам. Қазақ атамыз бекер айтқан жоқ. Адамнан сұрағанның 2 көзі шығады, Алладан сұрағанның 2 бүйірі шығады дейді. Әрекетін жасап жүр, Алла берекетін берер. Шүкір. Айтпақшыға, мен уәде беріп ұмытып кетіппін. Бала шағамды қыдыртам деп уәде берген. Сол кісілерге барайын. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Сізбен бір рет сөйлеп кетсіп алайыншы. Үйдегілердің барлығы қуанып қалатын еді. Келе жарайды. Рахмет аға, сіз нағыз чемпионсыз. Жоқ, бауырым, сен чемпионсың. Жоқ, сіз чемпионсыз аға, сіз елге керексіз. Жастар сізге қарап еліктеп өседі. Сіз аман болыңыз. Біз сізді әрдайым амандығыңызды тілеп отырамыз. Жақсы аға. Бауырым, мүмкіндігінен шектеулі болып, арбаға таңылса да, толыққанды адамнан да өзім бақытты сезінеді ғой. Ал менің жоқшылық деуім мүлдем дұрыс емес. Алла тек шүкіршілік еткендерді ғана жақсы көреді ғой.
сәл болмағанда жүрегім тастай қалып садық. Құдай, кешіре көр. Құдай, кешіре көр.